Дәрігерлер күн сайын жеуге тиіс 6 жеміс-жидекті атады. Бұл жеміс-жидектер адамдарды жүрек қан тамырлары дертінен, қатерлі ісіктен, қан диабеті мен семіруден сақтандырады. Олар қызанақ, сәбіз, барлық көкөністер, йогурт, бидай өнімдері және жаңғақ. Қызанақ қатерлі ісікке шалдыққан адамдарға көмектессе, көкөністер жүрегі ауыратын адамдар үшін пайдалы. Йогурт иммунитетті күшейтіп, қатерлі ісікке тойтарыс береді. Ал жаңғақ күйзеліс кезінде немесе қатты шаршаған кезде күш-қуатты еселеуге көмектеседі. Ал енді жеміс-жидектер көңіл күйге әсер ете ме? Оны келесі сюжеттен білетін боламыз. Жеміс-жидек пен көкөніс адамның көңіл күйін көтереді дегенге сенесіз бе? Ұлыбританияның психологияға қатысты журналдарының бірі осындай мәлімет жариялады. Зерттеушілер 13 күн бойы 405 адамның күнделікті немен тамақтанатынын және олардың көңіл күйі қалай құбылатынын зерттеген. Осылайша сауалнамаға қатысушылардың көбінің жеміс жегенде көңіл күйі өзгеретінін анықтаған. Бізде халықтың осы пікірге қаншалықты келісетінін сұрап көрдік. Витамины, тонус, сол, по крайней мере, холестерин жоқ, сондай. Конечно, әсер етеді, дәрумендер емес пе ол жеміс-жидектер. Бұған нешік әлбәт дейміз. Гемоглобин көтерілік кісілерге. Көп қой витаминдер адамның көңіл күйіне әсер етеді. Өзіме әсер көп деп ойлаймын. Гемоглобин көтереді, жүзім. Байқағанымыздай, халық жеміс-жидекте түрлі дәрумен көп болғандықтан көңіл күйге әсер етеді дейді. Ал психолог мамандар көкөніс пен жеміс жеген кезде көңіл күйді көтереді деген сөзге адам өзін сендірсе, шынымен солай болатынын айтады. Біздің психикамыз бәрібір тілдегі дәм сезетін рецепторлармен өте тығыз байланыстырды. Сол тілден келген дәм сезгіш рецепторлар мидың жұмысына әртүрлі өзгерістер береді. Сондықтан да адамдар жеміс-жидек жеген кезде ол біріншіден адамның тамағын басады, екіншіден көңіл күйді көтереді және үшіншіден шаршағанды басады. Көңіл күйдің көтерілуіне әсіресе цитрусты жемістер көп көмектесетін көрінеді. Мысалы, лимон, банан, анар сынды жемістерді күйзеліске түскен адамдар жиірек жеу керек. Себебі ондағы түрлі дәрумендер адамның қан айналымын реттеп жаңаша күш-қуат сыйлайды. Көп пробиотиктар құрамында болады және өте витаминге, минералды заттарға бай, әсіресе магний тікелей көңіл күйге әсер ететін құрал минерал болып есептеледі. Сондықтан жаңағы пробиотиктар ішектің бактериялық сапалық құрамын дұрыстап, тікелей серотонин, триптофан, яғни адамның көңіл күйін жақсартатын зат алмасу, гормондардың зат алмасуын бақылай алады. Яғни мамандар адам қалыпты көңіл күйде жүру үшін күніне 600 грамм жеміс және 700 граммға жуық көкөніс жеу керектігін айтады. Мұның мидың қабынуы сынды түрлі аурулардың да алдын алуға көмегі мол екен. Маржан Нүсіпбек, Қобылан Өтегенов, арнайы Қайырлы таң үшін.